Батай оқиғасы 2 бөлім. Авторы Ғани Бейсен. Жан жағына алақ-жұлақ қарап отырған әбекеңді тағы да ой басып, біраз отырды. Бұл мені сатты дейік, балалыққа салынып, сыр беріп қойды дейік, немесе өз басының қамы үшін әдейі істеді дейік. Тіпті тап қазір келіп, жаналғыштар көк желкемнен атып салса да, мені кім сұрайды? Кімнің жаны ашиды? Кім арашалап алады? Жұлдызға қарап жорамалдап, соттай беретін коммунистерге мені нақты айғақтармен ұстап, соттаудың не қажеті бар? Құным көк тиынға тұрмайды ғой. Жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Батырым мені сатпайды. Менікі жай ғана үрей, қорқыныш. Осылай өз-өзін басқан әбекең жағасына жиналған қарды қағып тастап, жатын үйге кірді. Содан әдеттегідей 2-3 отынды пешке тастай салып, өз орнына келіп қисайып кетті. Түн іші қарашаның қардан кейінгі аязды желі ұлып тұр. Терезенің жақтауынан кәдімгідей суық жел соғып, бойды қарып барады. Бірен-саран сыбырласып сөйлескен дыбыстар тоқтап, бәрі де қорылға басқан. Терезеден қарап тұрған қара түнектен басқа ештеңе көре алмаған әбекең де ұйқыға кетті. Көзін ашып үлгерген жоқ. Есіктен жүгіріп кірген 3 жаналғыш күзетші тарпа бас салды. Қол-аяғын қимылдатуға мұрша бермей, аузын басқан күйі тұншықтырып барады. Жан екпінімен қанша тырысса да тырып еткізер емес. Қарбаласта қолын босатып, қонышындағы пышағына қол жүгіртіп көрді. Онан да түк пайда шықпады. Соңында тынысы тарылып, өлуге айналғанда соңғы күшін салып, айғайлап жұлқынып кеп жіберді. Сонда барып, «Әбеке!» деп жақын маңнан шыққан дауысты естіп шошып оянды. Көзін ашып, қарсы алдында қолында шам ұстап тұрған батырын көрді. Тағы да біреулердің үңіліп қарап тұрғанын көрді. «Әбеке, жаман түс көрдіңіз-ау, су ішіңіз», деп батыры кесемен су ұсынып жатты. Сонда ғана әбекең өзінің түс көріп жатқанын сезді. Менің батырым бар екен ғой, деп ойлады. 2 ұрттам жылы судан ұрттап алып, жастығының астына қол жүгіртті. Тынысым тарылып барады. Есік алдына шығып, темекі тартып келмесем болмас, деп сыртқа беттеді. Құдай айдап, батыр да соңынан ілесе шықты. Осы жерде екеуіне сөйлесуге мүмкіндік туды. «Әбеке, бәрі де ойдағыдай, яғни сіз айтқандай, мен қабыл алдым. Алла қаласа, сіз өз жоспарыңызды жасай беріңіз. Сіз дайын болған күні мен дайынмын. Алланың атымен ант етемін. Сіз маған әкем орнына әкесіз, соңғы демім қалғанша мен сізбен біргемін», деп сыбырлады. «Міне, тамаша, әсте менің батырым, осындай болу керек, ақылды болу керек. Енді бар да, жатып ұйықтай ғой батырым, қалғанның бәрі менің шаруам болсын. Жолға шығардан 1 күн бұрын айтамын. Менің де уәдем, уәде. Аллам екеумізге де бостандықты нәсіп етсін», деп темекісін лақтырды. Сөйтіп, сол күні әбекең кешкі астан соң әдеттегідей Мұсаға келді. Бұл күнде жатқанына айға жуықтаған Мұсаның беті бері қарап, жатын бөлмеде әрі-бері жүре бастаған кезі. Тіпті бүгін далаға шығып, 2-3 кезек отын әкелгенін қуанышпен жеткізді. Ал ертеңнен бастап асханаға өз аяғымен баратынын, тағы да 10-15 күнде қатарға қосылып, жұмысқа шықсам деген ойында айтып салды. Әбекеңнің де күткені осы еді. Осындағы 100 шақты адамның ішінде өзі сенетін батырдан кейінгі адам осы Мұса болатын. Және де Мұса әбекең айтқан ұсыныстан бас тартпайтынын білетін. Оның үстінде бір сөзінде Мұса батыр менің туған туысқандарымды Қазақстанға жер аударып жіберді. Соларды
бір көріп өлсем, арманым жоқ, деген. Бірақ шыдай тұру керек. Қашу жайлы жоспарды айтуға әлі ерте деп шешті. Сол үшін күнделікті тұрмыс тіршілікпен аман саулық сұрасқаннан әрі аспай кетуге ыңғайланды. Тап осы кезде аулаға дарылдап келіп, отарба тоқтап, біреулер топырлап түсіп жатты. Құлақ түре тыңдағанда қыз келіншектердің сыңғырлап күлген дауыстарын естіп, бәрі де өре тұрып терезеге ұмтылды. Қатын көрмегелі қай заман, әп сәтте отарба айналасына еркектер жиналып қалды. Әшейінде жүк түсіруге жұмсағанда барғысы келмей қипақтап тұратындар отарбадағы жәшіктерді жүгіріп түсіріп көмектесіп жатты. Жүгірмей қайтсын, кейбірінің қыз қырқын көрмегеніне тіпті 10 жыл боп қалған. Осылайша ойда жоқта фельдшер медик 4 қыз келіп, жүздеген еркектің көзайымына айналды. Бірақ әттегені сол, осы қыздардың етегінде жүріп, талай боздақ ажал құшты. Бас аяғы аптаның ішінде ағаштан 2 бөлмелі үй тұрғызып, маңдайшасына санчасть деп жазылған тақтайшаны іліп үлгерді. Есік терезесін салып болып, енді тек еденнің ағаштарын қағып жатқан Батайдың көңіл күйі керемет. Сыртқы киімдерін шешіп тастаған, қолындағы балғасын соғуының өзі қара күш иесі екенін көрсетіп тұр. Ал осы Батайдың әрбір қимылын аңдып, дайын болған бөлмеден Валя қыз көз алмай тесіле қарап отырғанына жарты сағат болды. Іштей ішіп жеп барады, ерінді тістеп, қиялында Батайдың ыстық құшағында талықсып жатқаны қашан. Кешегі сұрапыл соғыстан мұның да күйеуі қайтып оралмаған, із-түссіз жоғалып, хабарсыз кеткен. Сонан бері бірен-саран көлденең аттылармен кездескені болмаса, айызы қанып, құмарынан шыққан еркек болған емес. Енді міне Батайдың бұлшық ширақталған білегін көріп есі кетіп, әрең отыр. Ойында тек қана бір ғана нәрсе, қалай болғанда да осы азиатты қолға түсіріп, көксегеніне жету. Ал Батай болса өз жұмысымен әлек. Ойында түгі жоқ, қайтсе де осы еденнің ағашын қағып болып, жөніне кете бермек. Бірақ парень деп жақын маңнан шыққан әйел даусы бар ойын бөліп жіберді. Жалт қарағанда тас төбесінен төніп тұрған орыс келіншекті көрді. Мұндай жағдайды күтпеген Батай ыңғайсызданып барып ес жиды. Иығында шені бар бейтаныс әйелдің қылығына таңданысын жасыра алмай, көзін төмен сала берді. Бірақ «Успокойся» деп сызыла сыбырлап, белдігіне жабысқан әккі әйелдің қылығы Батайды баурап кетті. Алып денесін дір еткізіп, жүгіріп өткен тылсым күшпен құлақ тұсынан келіп жеткен ыстық дем Батырды еріксіз еденге жықты. Сонымен ойда жоқта жан алып, жан беріскен махаббат майданы басталды. Бұл Батайдың алғашқы қыз құшағын көру еді. Неткен сезім, неткен күй, үстінде отырып алып, ары-бері бөксесін бұлғаңдатқан сары сылқымның қимылы өртеп барады. Құдай-ау, осы бір сәт бітпей жалғаса берсе екен, деп езіліп жатып, ерікті сары сылқымға берді. Жүрек қағысы жиілеп, өн бойын билеген сезім балқытып барады. Ышқына секіріп, кейде еріне сүлікше жабысса, кейде кеуде тұсын сүйіп, біраз әуреге түскен сары сылқым қимылын үдете түсті. Өн бойын белгісіз күш билеген Батайда қарап қалмады. Бірде қос анарын қысып, кезек-кезек сүйсе, бірде бөксесінен ұстап, ырғағына көмектесіп бақты. Кенет терең тыныс алып, ышқынған сары сылқым Батайдың кеудесіне сұлқ түсті. Бұл кезде Батайдың да бурындары босап, 62 тамырынан иіп келген бал шырыны белінен кете бастаған еді. Құдды бір
бойындағы тамырынан қан орнына бал айналып жатқандай тәтті күйге түсті. Міне, осы күннен бастап Батыр Батай мен Сары Сылқымның арасында болашағы белгісіз болған махаббат басталды. Әрине, мұны сол кезде махаббат деп айтуға келмейтін еді. Мүмкін, бұл құмарлықта шығар. Бірақ бүгін ертең қашамыз деп дайын жүрген Батайға бұл қатынның кесірі тимесе, пайдасы жоқ сияқты. Ал Әбекең орын ауыстырғалы қашан. Сондағысы штаб маңдайшасына ілінген Заржақ радиодан ауа райы жайлы ақпарат алу. Өз кезегінде бұл ақпаратты уақытылы алып, біліп отыру өте маңызды. Мұны Әбекең бұрыннан білетін. Себебі бұл жерден қашу үшін қоршау сыртына шығып, бас ауған жаққа жүгіре жөнелу. Ол өз басыңды өлімге тіккенмен бірдей. Ал қашқаннан кейін ауылға жету, ол мұндағылардың бәрінің де арманы. Алыста жүріп, азаттықты аңсаған екі қазақтың ойлағандары осы. Мұндайда ауа райының қолайсыздығы өте маңызды. Желтоқсанның аязына қоса, алай-дүлей бораны соқса, онда қашып құтылудың сәті түспек. Себебі ізіңді қар басып, табиғаттың өзі көмектеседі. Сондай-ақ қатты соққан боранда мен деген иісшіл иттер де жөн көрсете алмайды. Мықты сақ құлақтарың да даусыңды ести алмайды. Із кескіш, із кесерлерінің өзі де ізіңе түсуге мүмкіндігі болмайды. Сөйтіп, әрі кетсе, бір тәулік қана іздейді. Міне, осы уақыттың ішінде кем дегенде 50 шақырым алысқа кету керек. Олар таппаған жағдайда мұндағы басшылықтың қағаз жөнінде өлдіге санап, Мәскеуге жіберуі әбден мүмкін. Егер ажалсыз болып ауылға жетсең, онда емін еркін жүре берсең болады. Себебі өлдіге саналған соң сені ешкім іздей қоймайды. Мына Заржақ радио ауа райы жайлы айта бастады. Бірақ үйіріп соққан ызғарлы жел анық естуге мүмкіндік берер емес. Құлағыңды созып, тың-тыңдауға тағы да болмайды. Бірлі жарым көріп қойса, онда сенің үстіңнен бақылауды күшейтіп, әрбір басқан қадамыңды аңдуы мүмкін. Әбекеңнің бір ойында осы қорқыныш болса, бір құлағында радиодан жеткен хабар. Міне, алдағы жұма күні қатты боран соғып, жексенбіге дейін жалғаспақ. Иә, анық естіді. Ескерту, алдағы жұмадан жексенбіге дейін қатты боран болмақ, деп диктор тағы да қайталады. Қуанғаннан темекісін тастай салған Әбекең Батырын іздеп жатын бөлмеге жүгірді. Батыр Батайдың Сары Сылқыммен шүйіркелесіп жүргеніне біраз уақыт болды. Бұл тіпті Батайдың жақындары тұрмақ, бүкіл зонадағылардың бәріне белгілі бола бастаған. Мұндайда осының бәрін сынап, саралап отыратын бастықта үнсіз жүр. Күзетшілер де тыныш. Екеуіне кетерге болар ешкім жоқ. Оның үстіне сол бастыққа Сары Сылқымның өзі кіріп, Батайды тағы бір аптаға сұрап алғаны бар. Сондағысы жаңа соғылған 2 бөлмелі үйге жоспарлатып, кішігірім монша соқтыру. Расында да еркектер моншасына бару ол сұлулар үшін қиынға соқты. Жылдап қатын көрмеген еркектерде ес болама. Жабылып зорлап тастамасына кім кепіл? Осындай оқиғаның бірі күні кеше ғана орын алған еді. Кірлеген киімдерін жуып, шомылып алайын деп, моншаға келген Катя қызды осында біреуі зорлап тастаған. Абырой болғанда бұл оқиға бастықтан бұрын Валяға жетіп, онан Батай естіген. Зорлықшы осында 5 жылдан бері отырған, моншаға жауапты башқұрт жігіті болып шықты. Бұл істі Насырға шаптырмай, Батай араласып, башқұрт жігітін ақылға шақырған. Ол өз кезегінде Катядан кешірім сұрап, аяғына жығылып, осы оқиға жабулы қалғанды, және де
Айтуына қарағанда, Катя да аса қатты қарсыласа қоймаған көрінеді. Тек тұтқиылдан бас салғанда қорқып кетіп, айғайға басқаны болмаса, кейіннен үн шығармай ыңғайына көне берген. Көнбей қайтсын, табиғи талап қызда да бар ғой. Бүгін Батай сол моншаны соғуды бастаған. Көңіл күйі көтеріңкі, қасында ақылшысы, әрі сүйіктісі Валя бар. Монша қандай болу керек? Ені, ұзындығы, биіктігі, бәрін сары сылқым түсіндіріп бағуда. Кейде кабинетіне шақырып, ыстық шай беріп, бойын жылытып жібереді. Бастықтың өзіне кіріп, әдейі сұрап алған ғой. Кім қой десін? Батайға өзі би, өзі қожа боп алған. Тіпті Батайдың белдегі бұйымтайын сырттай сипалап өтіп, еркелеп, күні бойы қасынан кетпей қойды. Қалай кетсін? Өмірінде мұндай алыппен, мұндай күш иесімен бұрын соңды төсектес боп көрмеген. Содан да болар, Батайдың әрбір соққысына онан сайын ышқына түсіп, естен танатын. Міне, тап қазірде сондай тәтті сезімді бастан кешіп, сұлық түсіп жатыр. Ал ісін бітірген Батай болса, сол баяғы әдетіне басып, жұмысына кірісіп кеткен. Тықылдаған аяқ дыбысы жақындай түсіп есікті қақты. Бұл Әбекең болатын. Оң қолын матамен орап алған. Сорғалап аққан қаны аязға қатып қалыпты. Бас бармақтың түбінен орып өткен өткір пышақ сүйекке дейін жеткен. Ойда жоқта аяғы тайып құлап, қолындағы пышағы жазатайым жазым қылған Әбекең Валяға қарсы столға қолын қойып отырды. Бұл кезде жүгіріп Батайда жеткен болатын. Бұл кісі менің әкем дегенді Батайдан естігенде сары сылқымда жаңғалмады. Әшейінде басқаларға мұрны шүйіріп теріс қарайтын Валя қыз мына сөзден соң зырылдап кетті. Жалма-жан құрал жабдықтарын дайындап, үзілуге сәлі қалған саусақты әп-сәтте жуып тазалап, инесін егуге дайындалды. Иненің қажеті жоқ, болса 100 грамм құйып бер, сол да жетеді, деп Әбекең дүңк етті. Бұл сөзге түсінбей қалған Валя қыз жалт бұрылып Батайға қарады. Батай да құй дегендей ишара білдірді. Осылайша Әбекең бірінен соң бірі үшінші күрішкені босатып, ал енді бастай бер, дегендей қолын стол үстіне қойды. Мұны түсіне қойған Валя өз жұмысын бастады. Кәдімгі тігіс тіккендей бір жағынан кірген ине екінші жағынан шығып кіртілдеп жатты. Әбекеңде үн жоқ, қыңқ деп дыбыс шығармады. Тіпті өз саусағынан көз алмай қарап отыра берді. Мұны көргенде Батайдың тұла бойы түршігіп кетті. Не деген шыдамды адам, мұндайды алғаш рет көруі. Үзіліп қалайын деп тұр. Оны кәдімгідей-ақ тігіп жатыр. Бұл болса, құдды бір мылқау секілді. Жағашпайды. Не деген төзімді, не деген шыдамды. Батай отырып ойға кетті. Мұндай адаммен жолма қалмайтының анық. Кеттік деген күні кете бермек. Ауылдағы кәрі анасымен жалғыз қарындасы есіне түсті. Ойда жоқта Әбекең алған жарақат алдағы жоспарды өзгертпек. Арада 2-ақ күн қалды. 2 күннен соң көптен күткен боран басталмақ. Мұны қазірше Әбекеңнен басқа ешкім білмейді. Әлі Батайға да айтқан емес. Ал Валяның айтуы бойынша бұл жақында Әбекеңе жұмысқа шығуға болмайды. Суыққа бітпей қою мүмкін. Бітпей көп жүре берсе, іріңдеп, гангренаға айналу қаупі бар. Сол үшін де Әбекеңе тек қана жылы ұстау керек, жұмысқа мүлдем болмайды дейді. Ал Әбекең мұны тыңдасын ба? Жоспар жұма күні қашу. Қысқасы өз басы. Әбекең сақадай сайдайын. Саусақты қайғыру жоқ. Арманы осы жерден қашып шығып, туған жердің топырағына жету. Елге барған соң, ертесіне өліп кетсе де, арманы жоқ. Қашу керек, қашамыз. Бұған ешкімде кедергі бола алмайды. Қолын күртешесінің
кеуде тұсына тығып алған әбекең бүгінде санчасқа келді. Дәкеден қаны шығып тұрған қолды стол үстіне қоя салып, қылқылға басты. Сұрап отырғаны тағы сол 100 грамм. Батай әкем деп тұрғанда, Валя жоқ десін бе? Жалмажан темір күрішкеге спирт құйып алдына қойды. Әй шайға қарамай тартып салған әбекең тағы да құй дегендей бос күрішкені қайта ұсынды. Бүгінде сол кешегідей 3 күрішкені босатып, енді бастай бер деп кесілген қолын қозғап көрсетті. Сөйтіп, қанын жудырып, тазалатып қайта байлатып алды да, үн-түнсіз шығып жүре берді. Қолын жарақаттағалы, әбекең жұмыстан да қалған. Түрме үшін кезіп, күн ұзақ жүреді де қояды. Іш пысса, Батайдың қасына келеді. Бірақ жағашып өз ойын айтқан емес. Ал қашатын күнде алыс емес. Шынын айтқанда, 2-ақ күн қалды. Осы 2 күннен соң, Алла деп, бас аяғы белгісіз сапарға аттанбақ. Белгісіз дейтіні, өзімен кеткендердің болашағы белгісіз. Олардың бәрі бірдей, аман-сау елге жете бермейді. Ауырары бар, сыздары бар, тіпті аң-құсқа жем болатыны тағы бар. Өйткені бұл орманды түз тағылары мекендейді. Солар меншіктеп алған, солар әмірін жүргізеді. Бірақ әбекең осы сапарға өзімен бірге ала кететін адамдарында белгілеп қойған. Өзін қосқанда жалпы саны 6 адам. Олар мыналар: бірінші өз батыры Батай, екіншісі ел қатарына кеше қосылған Мұса балуан, үшіншісі қазақ болмаса да қазақша сөйлейтін Шәміл деген шешен жігіт, төртіншісі Алтай өңірінде туып өскен кәнігі ұры сұғанақ қолды Қалмақ Суан, бесіншісі өзін ноғаймын деп жүретін Сайгак деген лақабаты бар бұрынғы альпинист жігіт Мүтәліп. Міне, осы адамдардың бәрі әбекеңнің соңынан еруге сақадай сай жүргендер, кеттік деген бұйрықты күтіп жүргендер. Ашып ештеңе айтылмаса да, осылардың сөздерінен байқағаны, бәрінің ойлары бір жерден шығып жүргені. Демек, ертең кетеміз деген күні бұлар дайын тұрары сөзсіз. Әбекең бұған әбден сенімді, тіпті күмәнданбайды. Тек өз саусағын ойда жақта жарақаттап алуы аздап ойландырады. Дегенмен оны елеп жатқан әбекең жоқ. Үскіріп ұрып, аяздың түскені қашан. Мұндай келгендеріне де 7 айдың жүзі болған. Жоспар бойынша алдағы боранның алдын ала қашуы керек. Енді шегінерге жол жоқ. Бүгін міне бәрі де күнделікті жұмыстан келіп, кешкі асқа дайындалып жатқан. Бұл қараңғы түсіп, қарбалас басталған кез Санчас шақтан көтпеген жерден шу шықты. Сонда қарай жүгірген топ-топ адамдар, олардың соңынан иттерін ерте жүгірген күзетшілер кетіп барады. Әп сәтте қалың қол жиналып, қоршап тұра қалды. Әбекеңде сонда қарай аяңдап жетіп келді. Мойын созып, әрі-бері қараса да тани алмады. Еңгезерде екеудің тарс-тұрс төбелесі боп жатқан анық. Екеудің бірі өз батыры Батай екен анық. Екіншісі кім екені белгісіз. Кім болса да, Батайды жақсы танымайтын біреу ғой. Себебі танитындар Батаймен төбелесу тұрмақ, қарсы сөз айтуға қорқады. Ал кім болса да, мынау қазір сыбағасын алып, Батайдың соққысынан өкіре құлады. Сонан соң, өзіңнен мықты шықса, 2 көзің шығар, деген бар. Жер бауырлап кеп, кешірім сұрап, соңынан қаша жөнелді. Мұны көзімен көрсе де, кешкі астан соң, Батайдың өз аузынан естіп отырған әбекең, жетер енді, деп жекіп тастады. Сондағысы, қайдағы бір қатын үшін, батырының әлгі еркектігі, өлгенше сабағанына ашуы кеп. Сен өзің миың ашып қалғаннан саумысың? Бүгін ертең 5 литр спитті өзің табасың. Тілің ие бол.
Көп ұзамай, жол жүреміз, дайын бол, деп шығып кете барды. Бұл Батай күтпеген сөз, аң-таң күйде, қайта сұрауға батылы жетпей үнсіз қалды. Негізі, әлгі таяқ жеп жатқан жігіт, сұғанақ қолды, қалмақ суан еді. Оны Әбекең өзі жұмсаған болатын. Қолыңнан келсе, сондағы спирттен ұрлап шық, деп қайда тұрғанын айтқан. Ол енді ұрлап шыға бергенде, кешкі астан қайтқан Валя кіріп келген. Оның соңынан Батай жеткен. Осылайша, сары сылқымды қызғанған Батай батыр, суан сорлыны көгала торғайдай ғып, соққыға жыққан. Бірақ сол спиртті Әбекең Валя қыздан Батайға сұратып алса да болар еді. Бұл енді күдік тудыруы мүмкін. 5 литр спиртті қайтпекпін, дейді. Не айтады? Кімді айтады? Кім үшін керек, дейді. Сол үшін Әбекең осы ұрыны жұмсаған. Өйткені алдағы сапарда спиртсіз түкте бітіре алмайды. Тіптен от жаға алмай үсіп өлулер ықтимал. Қалай болғанда да, кем дегенде бірнеше литр спирт керек боп қалса, тіпті құба ғып, қысқасы, спирт көптік етпейді. Бәрін қосқанда 6 адамға 60 келі жүк болады. Әрқайсына 5-5 келіден спирт тапса да, қалған 5-ің азық болмақ. Осының бәрін Әбекең үнсіз жүріп дайындап жүрген. Дәу сіріңкеден 6 қорап сіріңке тапқан. 10 пәшкеге жаңа дәке тапқан. 10 дана кір сабын тапқан. 2 кіші пышақ, 2 сілтеме, үлкен пышақ тағда, 4 чай күрішке, 3 тамақ жейтін шанақ тапқан. Сондай-ақ басқа да ұсақ түйектермен, қасық, шанышқы, тіпті 2-3 ескі аяққа киетін ұйық тапқан. Қысқасы, қашуға тап тұйнақтай дайын тұр. Енді қалғаны осы 5-еудің басын қосып, қашатын күнді айту ғана. Ол үшін ертең заржақ радиоға жақындап, кейінгі күнгі ауа райын тағы бір тыңдап, көз жеткізсе болғаны. Жоспар бойынша жұма күні боран басталмақ. Сол боран басталысымен Әбекең бастаған 6 қашқын жолға шықпақ. Бұл алдағы жоспар ғана. Тап қазір жұмыстан шаршап жүргендер ұйқыға бас қойғандарына біраз болды. Сыбырласып сөйлескен бірлі жарымның да үндер өшкен. Жалғыз ояу жатқан адам бұл Әбекең ғана. Батырын күтіп ұйқысыз жатыр, ал батырынан әлі хабар жоқ. Сары сылқымның буынан шыға алмай булығып жатыр. Жас жігіт қой, қайтсын. Мүмкін батырдікі де дұрыс шығар. Қолдан келсе, қоныштан бас деген бар. Валядай сұлуды құшып, кімнің жатқысы келмейді, деп ойлап жатып, өзінің де жігіт боп, ажар сұлуға үйленгені есіне түсіп кетті. Егер де менің сол ажарым тірі болғанда, мүмкін мен мүлдем басқа адам болар медім, деп ойлады. Дегенмен, жазғаннан озған адам жоқ, ажардың қайта тіріліп келмесі анық. Алдағы жоспары осы жерден қашып шығып, ауылдағы ажар жатқан бейітке жетсе, құшақтап отырып өліп кетсе де, арманы жоқ. Көз алдынан 20-ға толмаған өрімде жас сүйіктісінің сүлбесі жүгіріп өтті. Енді міне, арадан 35 жыл өткенде, сол ажардың сұлу бейнесін есіне алып, көзінің тамшысын сүртті. Бүгін 5-еудің басын қосқан Әбекең көп сөйлемеді. Ертең Алла қаласа жол жүреміз, дайын болыңдар. Оңтүстік қақпа маңынан шығамыз. Шыққанымыз барып, сондағы күнделікті жұмыстан соң аяқ тазалайтын ағаштың артына жасырынамыз. Ары кетсе 10 минутта біреу, екеуден сонда жиналуымыз керек. Соңғы аттанатын уақытымыз кешкі сағат 8. Демек, 8-ден 5-10 минут бұрын сонда болыңдар. Бұл кешкі тамақтан соңғы қарбалас сәт. Осы сәтті пайдаланып қалуымыз керек, деп бірақ тоқтады. Мына сөзден кейін бәрінің көздері күлімдеп, үміт сәулесі жарқ ете қалды. Үнсіз қалған тек Батай ғана. Батырының неге үнсіз отырғанын Әбекең жақсы біледі.
Оған себепші сары сылқым болатын. Аз емес, табысқандарына 2 айға жуық уақыт болды. Бірі-біріне әбден бауыр басып қалған. Оның есесіне Валядай сұлуды тастап кете салу кез келген еркектің қолынан келе бермейді. Қалайша көзі қиып кете бармақ. Сұлудың да сұлу ғой бұл қыз. Бірақ менің батырыма ол кедергі емес. Ол өйткені нағыз азамат. Әлі көрер қызығының бәрі алда ғой. Демек, оны айтып бас қатырудың керегі жоқ деп шешкен әбекең жан-жағына бір қарап алып, «Қане, қырандарым, беріңдер қолды», деп жаралы қолын ұсынды. Бәрі де әбекеңнің қолынан ұстай салып, «Дұрыс айтасыз, мұнда өлгенше бостандықта өлейік, азат баста азамат боп өлейік, туған жеріміздің ауасын жұтып, топырағында өлейік. Мен дайынмын, мен дайынмын, мен де», деп бірінің сөзін бірі жалғап сыбырлады. Осылайша арыстай 6 азамат ертең кешке белгісі сапарға аттануға бел байласып тарасты. Осы бас қосудан көңілсіз қайтқан Батай санчасқа кіріп қисайып жата кетті. Жазып отырған қағазын тастай сала, мойнына асылған сүйіктісі Валяға да көңіл бөлмеді. «Жаным-ау, ауырып қалдың ба? Шаршап тұрсың ба?» деп шыр-пыры шыққан қызға жағашпады. Күртешесінің жағасын қысып тартып, онан сайын бүкшие түсті. Әлденеден күдіктенген сұлу қыз қулыққа басып, қайта жабыса берді. Батайды бұрынғысынша құшақтай сап, шиеде ернімді сүлікше сорар деп күткен. Алайда мұнысынан түк шықпады. Сүйіктісін сүю түгі құшақтамады. Тіпті басын көтеріп қарамады. Енді Батайдан Валя қыз қорқайын деді. Маңдайын сипап, тамырын ұстап көрді. Қызуы жоқ, жүрек соғысы бір қалыпты. Демек, мұның басқа бір сыры бар. Анау Катяны көп айтушы еді. Әлде менің сыртымнан сол қаншықпен тіл табыстым екен. Осыдан 1 сағаттай бұрын ғана екеуінің сөйлесіп тұрғанын көрген. Көз алдына Батайдың құшағында езіліп, соққысына шыдамай, шыңғырып жатқан Катя келді. Өз-өзін ұстай алмай, тілге еріп берді. Сонан соң, «Опасызсың, сен сатқынның баласысың», деп жұлқи бергенде, шарт етіп тиген шойын шапалақтан шалқалай құлады. Оңбай құлады. Көзінің алды қарауытып, бас айналды. Орнынан тұруға дәрмені жетпей, жер бауырлап жатып, еңіреп берді. Шаштан ұстаған қарулы қол жоғары көтергенде, қолына жабысып орнынан тұрды. 2 аяғы жерге жетпей, асылып қалды. Сонда ғана «Жап аузыңды», деп жекіген сөзге көзін ашты. Иманы, зәресі ұшып кетті. Жалбарынып жалына бастады. Онсыз да ашу қысқанда Батайдан зәре құты қалмай қорқатыны бар. Тап қазір еденге тартып ұрса, «Өлген жерім осы» деді. Көзін жұмып, жыламсырап өмірмен қош айтыса бастады. Сонан соң ерніне сүлікше жабысқан Батайдың мойнын құшақтап құлап кетті. Сөйтіп, әдеттегідей махаббат майданы басталды. 2 ғашық жан алысып жан берісті. Естен танып барып, емеуріндерін басты. Бірақ Батайдың аяқ астынан өзгере салуы сары сылқымның күдігін тудырды. Оған себепте жоқ емес еді. Кеше ғана 5 литр спиртті сұрап алған. Бүгін міне тағы да алам деп отыр. Оның бәрін қайтпек деген сұрақ туды. Демек, жолға шықпақ, қашуға дайындалып жүр. Жоқ, жаным бұлай болмайды. Мені де ала кетсін. Сенің жолыңда жаным құрбан. Сен мендіксің, мен сендікпін. Өлсек бірге өлеміз. Осының бәрін ойлап жатқан сары сылқымға тіл бітті. Мені де ала кетесің, мен де барамын, деп киініп тұрған Батайдың бетіне қарады. Бұл сөзді күтпеген Батай, «Не дейсің? Не деп отырсың?» деп шошып кеткен батыры бетіне үңіліп қайта сұрады. «Мен де кетемін.
Мен өлгенше сендікпін, сенен қалмаймын. Сен кеткелі жүрсің, мен бәрінде білемін. Менің сенен басқа ешкімім жоқ. Өзім, әке шешесіз өскен қу жетіммін. Тіпті туған туыстарым да жоқ. Жалғыз күйеуімді сұм соғыс шалмап кетті. Сосын менің құрсағымда сенің бел балаң жатыр. Тым болмаса, осы балаң үшін ала кет, деп жылап жіберді. Осылайша басы қатып, өн бойын мұңмен қайғы басқан Батай әбекеңе келді. Келгенде жай келген жоқ, қайғыдан қан жұтып келді. Бірақ алған жауабы белгілі. Көп сөздің керегі жоқ, қайтып айтушы болма. Болмайды деген соң, болмайды, деп әбекең сөзді кесіп тастады. Батайдың енді амалы жоқ. Әбекең не айтса, сол болу керек. Осыдан кейін сүйіктісі Валядан айырылатын кез келгенде еді. Түнімен алдағы белгісі сапарды ойлап, көз ілмеген әбекең ерте тұрып есік алдына шықты. Темекі шегіп, уақыт өтсе де, қақаған қыстың аязы бетін қарып барады. Қатты соққан суық жел ұлый соғып, бет қаратпайды. Айналаны әппақ қар басқан. Міне, аспан тұнжырап, аласапыран боран басталғалы тұр. Мұндайда ормандағы ағаш дайындау жұмыстары тоқтап, түрме ішіндегі ұсақ түйек, қар тазалау сияқты жұмыстар ғана жасалады. Бүгінде сондай күн болмақ. Алайда бұл күннің ерекшелігі сол. Мына басталғалы тұрған боран 3 күнге созылмақ. Демек, қашып шыққанда із суытып кетуге әбден болатын күн. Осындай оймен арпалысқан әбекең үйге кіргенде, күнделікті тұрамыз да тұрамыз, қане, тұрыңдар бәрің, деген ащы дауыс шәңкілдей шықты. Сөйтіп, түрме алаңына жан-жақтан тұтқындар жинала бастады. Болыңдар, тездетіңдер, деген заржақ дауыс қайта-қайта қақсап барып үні өшті. Бірақ екінші дауыс 1, 2, 3 деп басталып, 83-ке жетіп бірақ тоқтады. Оңды солын түңілдеп болған бастық бүгінгі атқарылатын жұмысты қысқаша айтып, жөніне кете барды. Тобыр тарқап, барлығы таңғасқа дайындалып жатқан кез, шеткүйден 4 күзетші біреуді көтеріп шығып, шанаға салып жатты. Бұл осы түрменің бұрынғы паханы. Осыдан 5 ай бұрын Батаймен жекпе-жекте басынан жарақаттанған Матвейдің өлігі еді. Соны 4 күзетші шанаға салып, Батайдың қасынан өтіп барады. Соңдарынан көз алмай қарап тұрған Батайдың жүрегі елжіреп кетті. Есіне осы Матвеймен болған алғашқы төбелесі түсіп, осы өлімнің бір ұшына өзінің кінәлі екенін ойлап, соңдарынан қарап біраз тұрды. Арада сүт пісірім уақыт өтпей, 4 күзетші қайта оралды. Міне, сұмдық, мыналар неге тез оралды? Көміп жатпай, ит құсқа жемтік қып, тастай салғаны ма? Тым болмаса үй қазып, рәсімдеп жерлеуге болмай мекен? Не деген надандық бұл? Не деген жауыздық десеңші? Өз халқын керек қылмаған бұл қандай мемлекет? Қадір құның көк тиын екен ғой құрсын. Мұнда өлдің деген сөз, ит құсқа жем болдың деген сөз, деп әбекең көп айтушы еді. Осы сөз рас болғаны ғой. Қалай болғанда да бүгін қашу керек, бітті. Бірақ Батай осында келгелі, мұндайлардың талайын көрген. Айына 2-3 адам өліп тұрады. Бірі таяқтан өлсе, бірі құпия, жұмбақ жағдайда өледі. Енді бірі азапқа шыдамай, асылып өлсе, енді бірі ауруы асқынып өледі. Сонда осылардың бәрін рәсімдеп жерлеп жатпайды екен ғой. Ай, қарғыс атқыр қанішерлер-ай. Осылайша өз оймен арпалысып, біраз тұрған Батай штаб жақтан келе жатқан Валяны көріп, соңынан ере берді. Қолындағы бір жапырақ қағазды үстел үстіне лақтыра салған қыз көңілсіз ғана үн қатты. Осында бір тұтқын өліпті,
Соны асылып өлгендеп жазып келдім. Бұйрық солай болса қайтейін. Амалым жоқ, шарасыз күйдемін. Айтқандарын жазуға мәжбүрмін. Егер де сен мені тап осылай асылып өлсін демесең, ала кет, айттым ғой саған. Мен құрсағымда сенің балаңды көтеріп жүрмін. Мен сендікпін, ант ішемін. Егер сен тастап кетсең, мені де осындай өлікке санай бер. Мені аямасаң да, тым болмаса, ішімдегі балаңды аяғайсың. Енді барда, ішкі бөлмеге кіріп қара. Өз жүгіммен, өз азығым дайын, дей бергенде, есік тықылдап, Әбекең кіріп келді. Мұртына жабысқан қарды қағып тастап, Батай мен Валяға қарап, жаралы қолын созып отыра кетті. Әбекеңе үйреніп қалған қыз, спирт құйылған күрішкені қолына ұстатты. Сонан соң барып, ашық әңгімеге көшті. Себебі, бұл жерден қашып шығуды Батай емес, осы адамның жоспарлап жүргенін түсінді. Оған ешқандай күмәні жоқ еді. Сол үшін Әбекеңмен өзі тікелей сөйлесуді жөн көріп, сөзін бастап жіберді. Валяның айтқандарын бастан аяқ мұқият тыңдағанда, Әбекең қатты таңғалды. Содан көрсеткен дорбасын Батай екеуі тінтіп шықты. Жолға керек жарақтың бәрін алыпты. Тіпті жара кесетін пышақтың біраз түрін, сондай-ақ дәрі-дәрмектер, ақ дәке орамалдар, йодқа дейін салыпты. Оған қоса 5 литрдей спирт те салыпты. Сондай-ақ өз басына кем дегенде 10 күнге жететіндей азығы тағы бар. Міне, бұл нағыз берілгендік. Бұл қыз жай ғана орыстың сары қызы емес. Бұл өте ақылды, әрі көпті көрген қыз. Демек, бұл қызды ала кетуге болатынын Әбекең кеш болса да түсінді. Түйін сөз, ала кетеміз. Енді бұлар 6 емес, 7 болды. Бүгін кешкі 8-де осы 7 бейбақ жолға шығады. Ал түс қайта, ауа райы күрт бұзылып сала берді. Солтүстіктен қатты жел тұрып, ұлый соққан боран басталды. Айналасына байыппен көз жүгірткен Әбекең күзетшілердің киім ауыстырғандарын көріп қатты қуанды. Бұрынғы сары түсті жеңіл күртешелерін тастап, орнына етегі шұбатылған ұзын жағалы тұлыптарын киіпті. Мойындарын іштеріне тығып, бас көтеріп қаруға мұршасы болмай, бүкшиіп әрең жүр. Кейбіреулері тіпті аяқ алып жүре алмай, қатты соққан желден шалқалап құлап, орындарынан тұра алмай әлек. Мұны көргенде Әбекеңнің қатты қуанғаны бар. Менің қырандарымды мына малғындар қуып жете алмасы анық. Тек қана төбеттері қауіп төндіру мүмкін. Бірақ Әбекең оны да алдын ала ойластырып қойған. Ол үшін әрқайсына бір-бірден ұшы өткір сілтеме пышақ дайындаған. Қуып жеткен төбектің жүрек тұсынан сүңгітіп алса болды. Үні шықпай, сеспей қатады. Қысқасы, қазір қашса да сақадай сайдайын. Тек қана кешкі асты тағатсыздана күтіп жүр. Түс қайта болбыран күшейе түсті. Тіпті ішкі жұмыстарда тоқтап қалған. Көз аштырмай, үрлей соққан қар аралас қатты жел адамды ұшырып әкетердей. 5 қадам жерден арғы жағын көру мүмкін емес. Кешкі асты тағатсыздана күткен Алтаудың асығы алшысынан түсіп тұр. Бүгін қашамыз дегенді естігелі. Бәрі де боранның күшейгенін Құдайдан сұрап жүрді. Бірақ ойда жоқта Әбекеңдер жатақханасына келген 2 күзетші бүгін кешкі сағат 8:30-да әркім өз орындарында болуын ескертті. Өйткені бүгін күнделікті түнгі сағат 10-да болатын тексеріс тамақтан соңғы сағат 8:30-да болмақ. Және де бұл тексеру бұрынғыдай түрме ортасындағы алаңда емес, әр тұтқындар жататын үйлерінде болмақ. Қысқасы, кешкі сағат 8:30-да бәрі де түгелдей осында болулары керек. Осыны ескерткен 2 күзетші өз жөндеріне кете барды. Енді Әбекеңнің жоспарының күл талқаны шықты. Енді қайтпек?
8-де шығып кетеміз деп келісіп қойған. Егер сол сағат 8-де шығып кеткеннің өзінде тексеру 8:30-да болса, арада жартақ сағат уақыт бар. Ал мынандай бет қаратпай тұрған боранда жарты сағатта қанша жол жүрмек, барынша түрме маңнан алыстап кетсе ғана аман қалуға мүмкіндік бар. Мұны әбекең жақсы түсінеді. Ал осы боранды күткелі қашан? Міне, ары кетсе бір жарым шақырым ғана алыстап кете алады. Мұндай жағдайда қолдарындағы төбет иіс алса, әп-сәтте қуып жетері сөзсіз. Бұл дегенің сол төбеттермен арпалысып, тағы да уақыт жоғалту деген сөз. Ал енді ит соңынан жүгіріп отырып, күзетшілер жетсе ше, онда ажалың бір құрыш болаттан келмек, айқасып отырмайды, итше атып салады. Міне, осының бәрін ойлап, мазасы кеткен әбекең қолтық сағатын алып қарады. 10 минуты кем 7, қашатын уақытқа 1 сағат қана бар. Енді шегінерге жол жоқ. Қалай болғанда да бүгін қашу керек. Қашамыз, деп соңғы шешімді қабылдаған әбекең топқа еріп асханаға келді. Іші толған, ығы-жығы адам. Әне бір бұрышта Мұса балуан мен Шәміл отыр. Олармен басын изеп, амандасып, бас бармағын шошайтты. Бұл ешқандай да жоспар өзгермейді. Бүгін қашамыз деген сөз. Демек, Мұса балуан мен Шәміл дайын. Ендігі керегі сұғанақ қол, Суан мен Ноғай Мүтәліп көз жүгіртіп іздей бастады. Міне жақын бұрышта отырған ол екеуінде көзі шалды. Абыр-сабырда оларға да бас бармағын көрсетіп үлгерді. Басын изеген бұлар да дайынбыз деген белгі берді. Құдайға шүкір, бәрі ойдағыдай. Ал енді батырым қайда? Ол мұнда жоқ боп шықты. Тіпті батырын таңертеңнен бері көргені жоқ. Дегенмен әбекең Батай жайлы қайғырмайды. Себебі оған өзіне сенгендей қатты сенеді. Сонымен кешкі асты асыға ішкен әбекең сағатына қарады. Тілі 8-ге таяп қалыпты. Орнынан атып тұрып, оңтүстік қақпаның сол жағымен келіп қоршаудан шықты. Содан соңғы рет артына бір қарап алып, орманға қарай жүгірді. Межелі жерге жетіп, қар басқан ағаш бұтақтарын тарта бастады. Осы кезде жанына Шәмілді ерткен Мұса балуан жетті. Олардың ізін ала бере, Мүтәліп пен Суан жетті. Болғаны Батай мен Валяның ғана қарасы көрінбеді. Алдын ала дайындап қойған дорбаларын төртеуінің мойнына аса салып, әбекең қалта сағатына қайта үңілді. 4 минуты кем 8. Бар болғаны 4-ақ минут. Егер осы 4 минут ішінде Батай мен Валя келмесе, өздері жүре бермек. Бесеуі тағатсыздана күтіп отыр. Міне 3 минут, 2 минут, 1 минут. Ал қос қашықтан хабар жоқ. Қайта сағатқа қарады. Енді сағат тілі 8-ден 1 минут алға жылжыды. Міне 2-ші минут жетті. Сағатын қалтасына сүңгіткен әбекең «Алла!» деп орнынан тұрып бетін сипап, «Ал қанеки, кеттік қырандарым!» деп алға түсті. Дорба арқалаған төртеуі соңынан ере берді. Орман қалыңдаған сайын қараңғылық қоюлана бастады. Бір кезде боран бәсеңсігендей болды. Сөйтіп межелі жерден 100 қадамдай ұзап кеткенде арқа тұстан шыңғыра шыққан Валяның жанайқайы естілді. Мұны естіп, тоқтай қалған бесеуі жата кетіп тыңдай бастады. Еміс-еміс үрген иттердің дауыстары естілді. Үрлеп соққан ызғырық жел оңды-солды аңғаруға мұрша бермейді. Тыңдаған бесеуі біраз жатты. Тым болмаса, Валяның даусы қай тұстан шыққанын аңғара алмады. Күтіп жата беру тағы да мүмкін емес. Сендер қозғалмай жата тұрыңдар, деп сыбырлаған әбекең қонышынан пышағын алып кері қарай жүрді. Сөйтіп қараңдап барып, әп-сәттен көзден ғайып болды. Осы кезде
Ырылдап үрген иттердің даусы қайта шығып үдей түсті. Тіпті жақындай түскен сияқты болды. Енді тыныштықты сұғанақ суан бұзды. Бізді сатып кетті, сатқындар, деп атып тұрып, айғайға басты. Содан Әбекеңнің соңынан жүгіре жөнелді. Алайда ағаш бұтағына сүрініп, омақаса құлады. Қайта тұрып, алға қарай тағы да ұмтылды. Бірақ көк желкеден қысып ұстаған Мұса балуан тырп еткізбеді. Құтыла алмасын білген сұғанақ, біз мұндамыз, деп онан сайын айғайға басты. Сонан соң аузын басқа Мұса алыса кетті. Сондағы ойы сытылып шығып, түрмеге жету болды. Тап осы кезде ырылдаған иттердің даусы онан сайын жақындай түсті. Көпке бармай, гүрсетіп атылған мылтықтың үні шықты. Енді бәрі де кеш, деп түсінген сұғанақ суан онан сайын айғайға басты. Мұса балуанның шыдамы бітті. Қонышындағы пышағын алып, тамақтан орып жіберді. Ышқынып барып, соңғы демін тартқан сұғанақ суан осылайша жан тапсырды. Сұғанақ суанды қарға көміп бола бергенде жақын маңнан аяңдаған біреулердің сүлбесі көрінді. Тізеден келетін ұлпа қарды қақ жарып суыт жүріп келе жатқан үшеуді жақын таяғанда Мұса балуан әрең таныды. Бұл өздері күткен батайлар болатын. Орындарынан тұрып, жол беріп, соңдарынан ере берді. Бірақ қайда барады? Ол жағы белгісіз. Оны білетін тек алдарында бара жатқан Әбекең ғана. Қалғандары соңынан ілесіп, қары көбейткені болмаса, жол білмейді. Тек қана бар күштерін салып, опа қарды қақ жарып алға жылжып келеді. Ал арпылдап үрген иттердің даусы жақындай түсіп, соңдарынан қалмай өкшелеп қуып келеді. Міне тіпті де жақындап қалды. Бір кезде гүрстеп барып тағы да мылтық атылды. Онан тағы да атылды. Іле шала үйіріп соққан желмен «Тоқтаңдар!» деген дауыс жетті. Оған қашқындар тоқтай қойсын ба? Әбекең жүрісті үдете түсті. Жапалақтап жауған қармен қатты соққан дауыл аяқ іздерін басып салып, лезде жасырып жатыр. Демек, соқыр атыс боп келеді. «Тоқтамаңдар!» деді Әбекең. Ал осы соқыр атыс дегеннің не екенін Әбекең ғана біледі. Бұл шамалап, тұспалдап қана оқ ату, көзі көрмесе де айдалаға оқ атып, қашқындарды қорқытып тоқтату. Әбекеңнің тоқтамай, тездетіп жүріп келе жатқанына да осы соқыр атыс себеп. Осы атылған мылтықтың бәрі де қорқыту үшін аспанға атылып жатқанын жақсы түсінеді. Ал қалғандары болса, оқ тиіп кетер дегендей алаңдап келеді. Жоқ, енді бұлай қаша беруге болмайды. Жасырыну керек. Иіс алған дәутөбет жақындап келді. Әбүйір болғанда күзетші артта қалып, жалғыз өзі жортып келеді. Міне, жетіп қалды. Арсалаңдап кеп, көш соңындағы батайға атылды. Сілтеме пышақты қақ жүректен қадағанда барып, сеспей қатты. Төрт аяғы дірілдеп сұлап түсті. Үстін қармен жаба салған батай көшке қайта ілесті. Ал енді соңымнан қалмаңдар, тездетіңдер, деген Әбекең көштің басын солға бұрды. Осы кезде қар аралас дауыл күшейгендей болды. Содан біраз жер жүргенде жатыңдар бәрің, деген бұйрық жетті. Алтауы үн-түнсіз жата-жата кетісті. Енді арсылдаған иттер мен гүрсілдеген мылтықтың даусы жел жақтан анық естіле бастады. Тіпті жақындап таяп келгендей болды. Алайда ары кетсе 5 метр жер көрінетін астан-кестең боранда ешкім көрінбеді. Біраздан соң атылған мылтық пен үрген иттердің даусы ұзай берді. Ал бір-біріне қол созым жерде айнала жатқан бесеу бұйрық күтіп жата берді. Осылайша Әбекеңнің тапқырлығының арқасында бәрі аман қалды. Сол жатыстан біраз жатты, қозғалмастан жатты. Арадан біраз уақыт өткенде барып, «Ал қане, қырандарым, тұрыңдар, кеттік!»
деген дауыс шықты. Сөйтіп үстеріндегі қарды қағып тастап, бірінің соңынан бірі ілесіп кете барды. Енді бұлар осы жүріспен тоқтамастан 2 сағаттай тағы жүрді. Түн іші тастай қараңғы, тек қана ызғыра соққан боран мен шаршап, терең тыныс алғандары ғана естіледі. Беттерін тұмшалап, ақ қырау басқалы қашан. Ауыздан шыққан ыстық дем аязға тоңып, сақал-мұртқа жабыса қатқан. Міне, осы жерде тоқтап, 1 сағатқа тынығып аламыз. Естеріңде болсын, бар болғаны 1 сағат қана. Алыстап кетуші болмаңдар. От жағуға тыйым салынады. Тек қана 100 грамм ішуге рұқсат, деген әбекең қалта сағатына үңілді. Анық көре алмаған болуы керек. Сен қарашы, дегенде Валяға ұсынды. Жаралы қолынан шыққан қан ақ дәкеге мұз боп қатып қалыпты. Оны елейтін әбекең жоқ. Спирт құйылған күрішкені босатып тастап, қайта құйып үлестіріп жатыр. Сағат тілі түнгі 12-ні көрсетіп тұр, деген Валя қыз әбекеңе қолындағы жарасын қайта байлау керектігін айтты. Қолға қарайтын уақыт жоқ қызым, тынығып алыңдар. Келесі жүргенде кем дегенде 5 сағат тоқтаусыз жүреміз. Сонда ғана қауіпсіз аймаққа жетіп қалармыз. Ертең таңның атысымен әлгі жаналғыштар бізді іздеп шығар анық. Құдай жолымызды беріп, құтылып кетсек, қолға қарауға уақыт табылар. Қазірше тынығып деміңді ала қой. Сен бізге керексің қызым, деп Валяны жұбатқан әбекең енді Батайға қарап, әңгімесін қазақша жалғастырды. Көктем түсіп, күн жылынғанша осы орманнан шығып үлгеруіміз керек. Әйтпесе, жыртқыштар мен аң-құсқа жем боламыз. Мұнда бізге ең қауіпті 2 жыртқыш бар. Олар осы орманның еркелері, аюлар мен қасқырлар. Тап қазір аюдан келер қауіп жоқ. Олар көктемге дейінгі ұйқыға кеткен. Ал үйірімен жүретін аш қасқырларға кезіксек, жағдайымыз қиын болар анық. Мынандай қалың қарда ашыққан қасқырлар шабуыл жасауы әбден мүмкін. Бірақ бізге ендігі шегінерге жол жоқ. Тек қана алға жүреміз. Қалай болғанда да осы орманнан көктемге дейін шығып кетеміз. Қысқасы, қырсық шалмаса, аман есен елге жетеміз. Ал қане, аумин, деп бетін сипап орнынан тұрды. Тап осы кезде жан-жақтан ұлый бастаған көкжалдар үні естілді. Жалғасы бар.